Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Тиди. Достар, бүгін біз выживанияның 3-ші бөлімін жалғастыратын боламыз. Көріп тұрғандарында біз өткен бөлімде артындағы үйді соққан болатынбыз. Ал оның алдында біз қыстық тауда тұрып, сол ауылда выживать еткен болатынбыз бір күн. Ал енді бүгін шахтаға түсетін боламыз. Сендер обязательно арнаға тіркеліп лайктарыңды басып кетіңдер. Ал біз кеттік. Достар, біз өткен бөлімде үйіміз соққан болатынбыз. Ал бүгін мен шахтаға түскім келіп тұр. Бізде мечтарым кирка и меч и факел алып. Бізде 2 факел қапты. Мен өткен бөлімде шахтаға түстім, но ол жайлы роликке оны қоспадым видеоға, то есть потому что ол слишком ұзақ болып кетті. Ол жақтар солықтықтан қосу жөн көрмедім. Үйдің артында бізде шахта бар. Соған түсетін боламыз. Мен бұл бірінші шахта, біздің үйіміз ар жақта. Мұнан артында тағы бір шахта бар ау, по идее. Мені бәсе, мынау мен шахтам. Екеуі ұқсайды екен. Мені ойқыла қалмайын. Осында секіріп түсеміз. Менің уже жүзінім аз қыпым. Так, мен де өзімен тамақ алып шықпадым, но бәрібір осторожно. Ладно. Мен осы жаққа келгенмін. Наларды керек емес уылдар бізде. Пока что жетеді өзімізге. Аккуратно түсейік. Мен мына жаққа түсеміз. Мына дым жоқ. Такс. Мені болыншы үлкен. Астқа түсеміз или бірінші мен бармаған жақтарға барып көрейікші. О, железо. Мен жаққа железоны ала кетіпті. Таксына железоларды сындырып алайық. Железо өте керек бізге. Еще бізде мен полный бронямын, но менде тапочка жоқ. Железный тапочка жасап алсақ болар еді. Осы бүткіл железо көп керек, потому что біз мотыга жасаймыз, грядка жасау үшін. Соның бәріне железо керек. Негізі бұл шахтада, пещерада железо деген өте көп. Так что барған жердің бәрінде железо табасын. Мен уже 15 таңда болдым. Так, мына жақта не бар? Мен бұяққа келген ба? Келіптім. Но я не помню, что мына жақта не бар екенін. Неге мен железо ордымағым? Так, алып алайықтан бәрін. Мен өзімен тамақ алматтым. Сол. Келген мен мына жаққа. Тым жоқ деп кет қаптым. Уғылдарды жинай салақ. Артық етпес барлығым. Так, дальше барайық. Біз бұяқтан тым таппаймыз. Бәрі бірде. Сол үшін біз осы жақтан бұл айналмалы жолы. Мына жақтан, мына жақтан барсын да бір. Мына жерден шығасын примерно. Мына жаққа келейік. Уғылдарды жинап алайық. Уғыл аса маңызды емес. Мен потому что өзіме не істейін деп жатырмын. Факел. Потом менің ана кезде түскенде 12 факелім, 15 факелімнен азғанда 2 факел қалды. Соның үшін факел жасаусын осы керек. Бастамас жер. Біз қайда барамыз енді? Астқа әлі түспей тұрамыз ау. Мына жаққа барғанға екен. Яққа бармаппын. Так, қолыма факеліміз табалайын. Нерде болған ба мен? Жоқ болмадым. Мен осы жақта өліп қалғам. Тура осы жерге келдім. Нерде пауып жүрген. Осы жақта өліп қалғам болатын. Алмас. Пауып жүр ма? Алмаста болдым, достар. Мен жарты қыппымен келемін. Кейін пауып көрді мені. Мен өліп тастаған болатын. Паучник алмас деген толы ғой. 5 алмаста болдым. Прикиньте. Ладно. Кейін біз қайда барамыз? Дальше барамыз. Менде бір ғана факел алды. Яқта не бар? Примерно факелді неға қоя салайық ба? Не қыз? Мені тағы да алмас. Көріп қаласың ғой. Бұл ма? Ар жақтан алайын. Тұра берсін. Бір керек емес жерінен алсылайын. Мен осыны алып, тағы да біреу алып барайын. Например, бізге керек емес. Ар жағында бар, сол үшін осыны ала салайық. Мына жаққа барып көрейін мен просто.
сәл ары барып қояйын. О, алмаз. Повезло. Бай достар, мынау шахта. Мынаның астында тағы да бар. Мынау бай шахта екен. Все бітті. Дальше угол тұр. Уголдар керек емес бізге. Ойнан алмаз бөдек қалғасың ғой. Бай, сразу 9 алмаз тауып алдым уже. Бұл деген өте жақсы. Мен ана жол келгенде просто мен только бұл өрнекке келген болатын, потому что өзіне менде көп ресурстар болмады. Еще біріншісінде камень кирка, басында ағаш киркамен келген беға. Кейін ағаш киркамен түспейтін біліп, қайттан барып камень сындырып алып істедім, короче. Так, қайда барамыз? Енді астыға түсіп көреміз, одан астына түскен ба мен? Менде достар қыпым аз қалды. Жоқ, мен қайтуым керек, потому что менде сохранить инвентарь қосылмады. Қазір өлсем, алмазым бүткіл осында қалады. Ел бар көрейін ба? Мынау уже мынандай жер екен, қараңдар. О, золото. Қазір бір құласам өлдім мен. Золото тауып алдым мен. Так, бізде блин, жарылды. Бос жерді. Ебать, алмаздарым жарылып кете ма? Қазір барып көрейікші. Короче, бізде жоқ заттарым менен жоғалмады. Мынау зомби келе жатыр. Зомби мен өткетем, братан. Кетіп баратыр мен. Мына зомбилар келе жатыр. Қайттан өлгім келмейді. Менде факел жоқ. Блин, түк көріп келе жатқан жоқпын. Но астыға қарай түсіп баратқанды өте жақсы білем. Не істеймін мен? Факелім де түгімде жоқ. Қазір осында бір отыра тұрайық. Давайте, друзья, не істейміз. Мен киркам ғана. Зомбилардың дауысы шығып жатыр. Короче, киркамыз. О, факел. Бұл факелмен не істеймін мен? Зомби келді. Ебать, бір жағына қалды. Факел. Алмаз жатыр ана жерде. Мені келді. Өлдім. Короче, достар, мен оралдым. И заттарымды алып алайын. Айттан келгенсің ғой, жол оңай екен. Мен алысқа кетіп қалдым ба десем. Жаңа жерде не жоқ. Мені алмаз сындырып алу керек. Но чуть-чуть опаснее няқтағы зомбилар. Алмаз. Все, 10 стак, 10 стак депті ғой, 10 алмаз. Ой, ё-моё, бар шары. Факелдерім қалды ма? Факел қалмады. Жоқ, бір факел бар екен өзімде. Так, жол іздегенді қайтадан. Біз вообще. О, алмаз. Мына шақтада алмаз деген толы екен. Но бағана біріншісі повезло болды бізге. Мына жақтан келіп жатыр ең. Мына факелді қолымызға алайық. Мен мечтті емес, факелімізді алайық. О, мына жақ уже тупик ба? Нет, не тупик. Алмазды алып қайттан керек на тупикқа. То есть, мына жақта дым көрінбейді, көрінді ма бірдеңе. Бізде мына жақта түк жоқ. Жөндеп қарайық, потому что алмаз болуы мүмкін. Ар жақта тағы да барып көрейік. Мына жақ точно тупик. Ладно, факелімізді алып кетейік. Короче, достар, мен жаңа жақтан шығып бір жаққа кіріп кеттім. Алдымда пауктың көзін көрдім. Так, мен қаяқтамын. Менде бір ғана не қалды. И мен зомби келе жатыр маған. Өлеміз, қайтеміз басқа. Но өлмей зомбиді өлтірек. Зомбиден қорқамыз ба деп болмасын. Так, нормально. Новый рецептер асылып жатыр менде. Так, соң факелім сәл ары барып қой керекті. Ар жақта крипер жүр. Көріп тұрсыңдар ма? Жоқ, көрмейсіңдер сендер. Алмаз тұр. Қазір неқті ештен жоқ па? Жоқ, крипер бері келе жатыр. Кел. Бергеш. Ұры алайын.
Ой, урамай қалғанымды айтса. Ладно, ничего. Факелін жандырмашы, басқа факел жоқ менде. Ладно, ана зомбиге басын. Түспеді ма? Қазір мен осында тұрайын, мен өлтіріп кетпесін. Артынан кеп. Так, ар жақта не жүр бізде? Улы шығарына. Айттым. Көрейік. Ладно, осы бола берсін. Алмас сындырып алайыншы. Өлсем де скелет атып тұр. Атады қазір, то есть. Астында жоқ, но өлтірейін деп жатыр мені. Артқа барамыз ғой, шартта. Тым жоқ. Ладно, өле салайық. Вот енді менде такс. Біз не істесек болады? Бізге алмазный кирка істеп аламыз ба? Сомен алмазный кирка істеп алайық бірінші өзімізге. Сомен не обсидиан сындырамыз дегенде 4 істеп алады екенбіз. Кейін алмазный меч дейін ба, или не істесем болады? Алмазды кием, алмазный осыны істей салайын, болды. Мен өзімдегі наларды пешке қасап қояйын. Енді маған уже желез ондады балқыту керек, так что тағы бір пеш істей салайын, а то мынау біреусі маған жетпейді. Біреусін істеп алайын. Қайтадан қолымды бәрін орындарын босатып, пешті алып, примерно осында қоя салайық. И ішіне угол саламыз ба? Либо бізде ағаш бар ма? Ашылмайтынын біліп едім ба, осыны ашылмай қалатынын. Онда біз сондықты бұнда қоймаймыз. Вот, короче, достар, мен осылай өзгеріп жасадым. 3 пеш істедім, потому что бізге пеш аз болды. Ал сондықты мен үлкейтіп осында қойып қойдым. Ішінде бізде осындай заттар бар, оларды бестіп қоя салайын. И керек еместерін қолыма алып алдым. Осыларды далаға барайық, лақтыру керек. Қазір мен оған бұрын маған алайын да. Потом менде жоқ қой. Железа біреу жете ма? Мотыға жасайын. Кейін бізде мотыгаға екеу керек екен. Окей. Мына жерде уже железа дайын болып жатыр бізде. Бұлар дайын болам дегенше мен грядка істеуім керек. Дегенде бір мотыга істеп алайын өзіме. Қалғанын мұнда салсадан керек еместер тауып тұратыны. Потом қалғандарын лақтыратын боламын. Бізде далада не бар? Дала сол қалпы грядканы қайда жасасам болады? Үйдің мына шетінен жасайын, е? Қазір мен жасап алайын бірінші. Міне бізде осына грядка істеген болатынмын. Қазір мен су құятын жерлерін тесіп шығайын. Короче, достар, мен 12 смена жинағым жаңағы сөпчеп сындырып, мен наларға еге берейін. Потом осыда сулар бар екен, уже қырғап және ана жерге су әкеп қойдым, потому что ортасына вообще су келмей тұр. Сумен жақындатып қойған болатынмын сәл. Енді бітті уже. Мынау не бізде? Смена свекла егеміз ба, онда мұнеға егейік та, үшеуін. Просто біздің үйде сүйек жоға. Бананалар жөнделе берсін. Пока что біз не істейміз. Қарандардың ертегі дәу жүктің бәрін жеп тастадым. Онда достар, осы жерден видеоны аяқтайық. Сендермен болған мен Диди. Арнаға тіркеліп лайкты басып кетіңдер. Бұл бөлімде біз грядка ектік, және шахтадан алмас тапқан болатынбыз. Арнаға тіркеліп лайктарын басып кетіңдер. Сендермен болған мен Диди. Аман сау болыңдар.